Анда алдыңыздарда Мергүл Козуева хостелден арт отельге чейинки жол турасында айтып бермекчи. Колчаулар болсын. Основательница арт-отеля «Ваше» от хостела до арт-отеля Мергүл Каракозуева. Ош, Кыргызстан. Аты Мергүл. Менің құлағым ұқпайды. Бірақ мен сөйлей аламын. Мейманхана ашып, меймандармен іштеу идеясы 2014 жылы келіп шыққан. Николай кішіменен, Сакач кішіменен танышып қалсам. Ал хустал ашпайсың ба? Хустал іштету, хусталды қанчы іштетеді? Интернетке жарнамаға қанчы пияға ашып тұрады? Мұға түсіндіріп беріп, экоуз қанша салық төлейді деп, салық қызметіне шейін барғанымыз бүгінгі күнде есімде. Іштегенде іш баштағанда іші шар кетті. Бірінші қонақ болып, My name is Travel гид саяхатшы тобымен келіп қонақ болған. Ал мен танышқанда Малайзияда хустал ашып іштеттерін, дүние жүзінің арқанда қызықты турлар бар екенін, мейманхана таңдағанда жеріне емеге артықшылық беріледі, жағашылан жеріне. Қонақ тартқанда емелер маныге деп жақшылық кеп кеңеш берген. Кейін жыл сайын келгенде ошқо бізде тоқтойды болшы. Келіңізде қол чауып, абдан маанилүү сөздөр айтылып жатат, угуп, мүмкүн болсо бир аз залдадағы шумдаз айтып. Акылды кишилерге ар бир конок менен сүйлөшкөндө мындай иштесең болот, бул жерге көрсөң болот деп жакшыртуу жолдорун айтып берет эле. Анан дастан клопко тартты. Келген коноктор айта баштады. Биз сени интернеттен көрдүк. Интернеттен көрүп келдик деп. Коноктор менен байланышып турат элем. Кийин сурай баштады. Сен чакан отель ачайын деген оюң барбы? Биздин апабыз ошко барат эле, коллегабыз ошко барат эле. Таза, чакан, тынч жер керек деп. Мен да ойлоно баштадым. Ал мезгил 2000 мини отель ачуу убактысы 2020 жылга келди. Биз John Gold проектісінің жаңғырышыны беріп өтіп, бірінші турнан өттікөн елік. Бірақ тоқтап қалды. Пандемия башталды, карантин, елдер үйде отырып қалды. Туризм тоқтауды десе болады. Мен айда күжалып болып баштадым. Емен қашан емемне болады деп, екінші тур жақындап қалған болшы. Бірақ комиссиялық топ қолдап берді. Біз сізге, жаңа сіздің проектіңізге ішенеміз деп. Арт-отель маға жақшы адамдардың қолдаусы көп болды. Арт-отельдің баштан аяқ, отель қандай болыш керек, қандай болса қонақтарға шығады деп Асқат Қуанышбекұлы баштан аяқ жардам берді. Аздағы жақсы идеяларын айтып, қолдап кеңеш беріп тұрады. Азыр Данияр Аманалиев жаңаның командасына шоң рахмат айтқым келеді. Чакан болса, атын не қойын деп жатасың деп сұрап қалды. Анан біз алушыда демонт қылып жатқан елек. Барып көріп, чакан болса дағы достық, шығармашылық атмосферада болсын. Арт-отель қой. Бизнес бойынша тура бағыт беріп, өзінің кеңешін айтып, оштағы искусство танушы Бақтур Мединовамен таныштырып, Бақтур арқылы біз шығармашыл сүрөтшілер және шығармашыл адамдармен таныштық. Алтын Қапаловада біздің тұруқты қонағымызға және досымызға айланды. Арт-резиденцияларды көріп баштадық.
артетел шығармашыл инсандардың жолға тұрған жайына, шығармашыл инсандарға жолға тұрған жай керек. Артетел дәл осындай құлымқұды айландуда бірінші мыға ішенім үйменен қанатым кенен жайылды. Өз мақсаттарымды қырманып, алдыға ұмтылу зарыл. Дайма айланы шөрені қантып жақшыса болады ойланым. Бізде мастер-класс көргізмі арқандай шарды көрсе болады. Шығармашыл. Мне нравится вот это место. Вот ты себя чувствуешь как дома, как у друзей. О, здравствуйте. В номере могу сидеть, работать в своем компьютере. Очень хорошо. Для проживания, хорошие матрасы. Очень уважаю Мергуль и очень люблю вот это место. Меня зовут Бахрам Рахманкулов, арт-отель. Часто здесь мне нравится вот это место. Вот ты себя чувствуешь как дома, как у друзей. О, здравствуйте. В номере могу сидеть, работать. Артетел шығармашыл инсандар жолға тұрған дәл осындай құлымтық айлануда. Бірінші мыға болған ішенім қанатымды кенен. Уважаю Мергуль. Бірінші мыға болған ішенім қанатымды кенен жайылтты. Өз мақсаттарымды қырманып, алдыға ұмтылу зарыл. Дайма шөрені қантеп жақшырта болады ойланым. Талантты адамдар жолға тұрған жай керек. Артетел ушындай ыңғайлы жер артетел болуш керек. Азыр мен артетелді бірінке алаңағым келеді. Артетел дегенде, ошқа кеттік дегенде, артетелге барып түнөйлі деп елдер келсе деп тілейін. Башында мұға башқалар көрі кішенкен, ошол ішенім, ошол болған ішенім, мен маға өзіме болған ішенімді күшөттү. Алдыға бұл мақсаттарым тездейік ішке аша баштады. Мен бақтулы адамдардың өлкөсінде жашағым келеді. Бұл үшін отель деп қоямыз. Дайыма ушул жерге келіп, командировкаларға келген сайын, бұл жаққа сапарға келген сайын дайыма ушул жерге келіп жашап кетебиз. Бизге бұл мейманкананын тазалыгы, мындай ыңгайлуулугу жагат. Андан сырткары мейманкананы иштеткен кожойкеси Мергүл өзү мындай абдан меймандос, адамдарга ачык, дайыма жаңыланууну, дайыма өзгөчөлөнүүнү издеген инсан. Дайыма кардарлардын көңүлүнө карап, ошол кардарлар каалаган нерсени орундатканга аракет кылат. Ошон үчүн биз бул жака дайыма келебиз. Мен бактылуу адамдардын өлкөсүндө жашагым келет. Ал үчүн арпедибиз бир кичине нерсени баштасак болот. Жакшы иш уктуу болуп, барыбыз бирден жакшы иш кылсак, бири-бирибизди бактылуу кылабыз деп ойлойм. Чоң рахмат Мергүл Каракозуева, Рашыл Быдревиз.